Джу Вен Джун, Тан Джон Ги, әлем чемпионаты ағышын матч, 7-ші партия. Е4, С5, Сицилиян қорғанысы, АТФ3, АЦ6, піл Б5, Россолима варианты. Е6, рокировка, ат Ж, Е7, Д4, орталық қопарамыз. Алдық және вәзір Б6. Мына жерге шабуыл жасап тұр, және мына жерге шабуыл жасап тұр. Алдық және піл Д3. Ат Ж6, С4, енді бұл Геза Мороцийдің сүйікті варианттарының бірі, өткен D5-тегі, B5-тегі торларды бақылауда ұстау. Піл Е7, ат С3, рокировка, ат А4, бірден мына вәзірге шабуыл жасау. Вәзір С7 және С5. Бұл жүрістің ең басты мақсаты болашақта D5 деген іс-әрекетті болдырмау. D5, CD, бұл енді өткелді алу ережесі, піл D6, батареяны құрды, және бұл батарея H2-дегі сарбазға шабуыл жасап тұр, бірақ батыраңқы сарбаздар бар деп атқан ғой. Вәзір H5, тура B8, B3, тура D8, тура D1. Тура B4, піл B2 және ат F4, бұл Гарри Кимович Каспаровтың сүйікті аты. Вәзір F3, алдық және піл A6. Тура D1, піл H2, шах, батарея шах, патша H1, піл D6. Вәзір C7, батареяны құрды, және бұл батареяның ең басты мақсаты Ж7-ге кіру. Піл F8, ат C5, мына пілге шабуыл жасау. Бұл жерден қиын және күрделі шешім қабылдауға мүмкіндік жоқ. Піл C5 деген мүмкіндік жоқ, өйткені вәзір Ж7 мат болады. Тура B6, вәзір E5, тура вәзір E7 және тура AC1. Сонымен бәрі тамаша, барлық фигуралар керемет, және мына атқа ерекше көңіл аударыңыздар. Мына пілдің жағдайы онша емес, өйткені сарбаздардың басым бөлігі ақ түсте орналасқан. Тура B5, алдық және вәзір D4. Шах Ж1, піл C8. Міне көрдіңіздер ме, мына пілдің мәселесі әлі күнге дейін шешілген жоқ. Сол себепті бұл жерде мүмкін мынандай іс-әрекетті де қарастыруға мүмкіндік жоқ. Өйткені неге? Себебі вәзір Ж7 мат болады. Немесе тура C5 деген амалды жүзеге асыруға мүмкіндік жоқ. Піл C8, мына пілдің қаншалықты нашар екенін сіздер көріп тұрсыздар. E5, бұл жүрістің басты мақсаты мына E6-дағы сарбаздың қозғалмауы, алдық және соңғы мүмкіндік, әрине піл C5 деген соңғы мүмкіндік. Осы мүмкіндіктің арқасында мына піл деген әйтеуір бір нәрсе қылып шығады. Бұлай мүмкін орталыққа кеп қалуы мүмкін. A5, F4, H5 патшаның белсенділігі. Сонымен есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 сарбаз, 2 піл, бірақ сонда да қаралардың жағдайы онша емес. Піл E7, патша E3, Ж5, ат негізгі орталыққа келді. Алдық және піл B7. Мына піл деген енді іске қосудың армалы C5 және піл деген үлкен қиғаш жолға тұрады. Бірақ ондай мүмкіндік жоқ. Піл C5, алдық және вәзір Ж7. Патша Ж5, патшаның белсенділігі. Мына пілге көңіл аударыңыздар. Қаншалықты нашар. А8 алдық, Б8 С4, H8 Ж4, H2 Ж3, H5 шах, бұлай және тура А5. Дәл қазір мына пілді қолға түсірдің амалы. Патша Е7 алдық, бұлай шах және Б4 осымен ойын аяқталды. Патша D5 және қазіргі таңда сіз мынаны алуға мүмкіндігіңіз бар. Міне осындай партия Джу Вен Джун ұтты, ал Тан Джон Ги ұтылды. Есеп 5-2.